Sizler сураган ыстырактар мынакей катарынан турат да, катарынан турат. Бирок эң жакшысы ретардасы бар, автоматы бар, подушкасы бар, мына ушул болот. Жылы 2019 8-ай 540 ат күчү бар. Эми бул жактагылар жылы жаңыраак, бирок буларда автомат эмес, 3 ос, мына 3 ос. Аркылар андай эмес да. Сиздерге эң жакшы жана арзан кылып болгону бир эле уштук бар экен да. Базарда айланып өздөй 2000 километрден бери кыдырып жүрөбүз. Ушуну таптык. Кыскасы Кыргызстанга чыгышы, границадан өтүшү $20.500 түшөт. Растамашкасыны, оформление аларыны өзүңүздөр жасап аласыздар достор. Азыр эми келиңиздер, мынакей ичини, сыртыны бир көрүңүздөр, сыртыны бир көргөзөлү досум. Азыр бул жакта мынакей дөңгөлөктөр жакшы, рамалар таза, май аккан жерлери жок. Биз өзүбүз айдап моторуну, коробкасын текшерип көрдүк. Баягы ретардалар бар го, 6 положение гыдыр эткенде тормозду тепкендей токтотот. 6 дискасы деле ушундай алюминиевый мынакей сонун дискалар. Баягындай күн ыстыкта кызып кетти болбойт. Дөңгөлөктөр рабочий. Бактары эки жагында чоң бактары бар. Мына бул жагында чоңураак, аркысы кичинераак. Өзүнүн баягы бактары заводской. Эми ичини деле тартып көргөзөйүн. Ичи дагы таза. Мына задний видтери бар го. Келсеңиз дос. Задний видтери деле электрон иштейт экен. Азыр мына бут койгон поликтер деле европоликтер башкачасында. Кытайский европоликтер. Даже мынакей клёнкалары сыйрылган эмес. Ушул жакта ичи дагы мындай таза экен. Ролдор деле мынакей мультирол. Задний видтер бул жерде мына кнопкалар менен иштейт. Текшерип көрдүк. Монитору бар, кичинекей. Ушундай буюрса автомат коробка. Коробкасыны, моторуну бүт текшерип өзү айдап ушуну көрдүк. Кааласаңыздар кыжалат болбой депозит которсоңуздар ушул машинаны буюрса алып беребиз. Насип болсо. Кимге страк керек болсо, же кандайдыр жайфаң десеңиздер, жайфаң деле бар. Хова десеңиздер, хова деле бар. Бүт баарын сиздерге тартып, чыгарып, баасын сүйлөшүп алып бергенге аракет кылабыз. Командарды буюрса тартып атабыз. Эң кызык жери акчасын азыр айтамын. Жылдары экөөнүн жылы 2003 жылы 2021де болгону мына 490-дукта 490 ат күчү барлар. Ушулардын баасыны биринчи айтайын. Канча $17.000 Кыргызстандын границасына чыгат экен. Растамашка оформление өзүңүздөрдөн болгон. Ал эми наргысы $15.000 мынакей чыгат. Бунун деле жылы 2021. Эң кызык жерлери ушул. Мотор коробкалары жакшы. Бардык баягы дөңгөлөктөрү деле рабочий, өздөрү деле рабочий. Бурулган, согулган машиналар эмес экен. Алам десеңиздер, экрандагы номерлерге заказ бериңиздер. Буюрса, кандай машина керек болсо, жазып кайрылсаңыздар болот. Ушинтип көрүп, жайына барып, аны буну десеңиздер, ошол жерлерин көрүп, толугураак маалымат бергенге аракет кылабыз. Азыр ичини бир катар тартып көргүзөлү. Андан кийин сиздерге калган машиналарды тартып көргүзөбүз. Мынакей, ичи дагы өтө сонун таза экен. Мынакей достор, алам десеңиздер, ушундай. Ар бир жерге барып, тартып, көргөзүп, эгер жаккан болсо, заказ берсеңиздер болот. Ошондой достор. Арзаны десеңиздер, арзаны, кымбаты десеңиздер, кымбаты. Сиздер каалагандай тартып беребиз мынакей. Көргөзүп, дөңгөлөктөрү, мотор жактары деле май сай чыккан жерлери жок достор. Дөңгөлөктөр мынакей, рабочий дөңгөлөктөр. Өкө тең мынакей. Кимге кызык болсо сөзсүз бизге катталыңыздар, жана кандай машина керек болсо жазыңыздар. Кытайдан мынакей азыр биз 5000, 4,5 километр ар кандай аралыктагы жерлерге барып тартып жаткан жерибиз. Бул деле ошол арзаныраак болсун дегендерге болгону бунун ат күчү азыраак. Мынакей достор. Сырткылары мынакей көрүнүштөрү өтө сонун. Кыскасы 4 ос бул. Эң кызык жери баасы кийин айтам акырда. Видеого жазып коём. Андыктан
Alalım desеңіздер bir қатар көрелі. Бұл жағда арқасын тартып көргізбейлі. Мына үстініч. Бір өзіңіз айлаңызсыз. Айланып тартып дөңгелектерді. Бұл жылы жаңы завод бұл. Еш қандай істетілген емес. Болғаны жылы 2023. Осындай иштелбей заводтан келіп тұрғандар. Алам дегендер болса сөзсіз мынайке қайрылсаңыздар болады. Андан кейінге бұл жақтағы мынау ховалар өді бұлар не? Ситрак. Ситрактар. Бұлардың да бар. Бұлардың дені баланың өзінше жазып қойған. Бұл дені хова келді. Хова кен. Хова. Бұл жасыл ховалардың тағымынан кейін жылдары 2024 екен ба? Kimisten alayla 2024. Қаласа 3 өз, қаласа 4 өз торы бар екен. Bu жақта ситрактар бар. Бұл APJ өз сатат кен bu жақта. Bu жақта аялдар сатат кен да. Бұл ситрактар қаншадаdır? Так. Жылы 2024 екен. 4 өз, 3 өз торы бар екен достар. Бұның дәлі баларының реально келен болса біз айтамыз, личкадан жазыңыздар, личкаға шығыңыздар. Ошондай қылайлы, қандай дейсіздер? Ағача біз сұрап тақтап қоямыз. Бар екен деп сұрадыңыздар. О, бар екен. Расқа сой екен, только низкий кабина. Бірақ автомат коробка, 460 ат күші. Жылы бірақ 2020 екен. Ең қызық жері базын айтайын ба, Қырғызстанға шығыш басы $37.000 тұрады екен. Қырғызстанға шығыш басы. Растамошкасы есепке алынбағанда. Оформление есепке алынбағанда. Автомат коробка. Сіздерге азыр өстіп көргізіп екоз. Андан кейін 3 өз ұшындайлар бар, алары ділі тартып көргізіп. Бұл жақта сыртқы көрініші, подушка, дөңгелектер жақшы. 2 чоң багы бар екен, мәжістана бір 2 тонна саяркасы батат ұқшайды, кеңгірелі. Андан кейін сіздерге бір ичінізді тартып қойылды. Бір қысқачалы осындай видео беріп кетеміз, достар. Беріп тұрыңыз. Қарбаңыз мұны. Манеке. Егер қызық болса, экрандағы номерлерге қайырластар. Ичиделі Euro 5 білесіздер. Автомат коробка. Бүт жақшы авалды. Болған бір химическа берсе жақшы болып қалады. Менімше. Азыр сіздерге бұл жақта мұнаке 2 ақ тұрады қой. Ошол орделі тартып шығарыз. Алар 3 остон подушкалы ошол 2000 Euro 6 Euro 5 екен. Bir ölçü мұнаке 2018 2022. Eko öten avtomat, eko öten 460 at gücü. Eko öten 3 os. 6 os болады мындай шыққанда пресеп делгенде. Сіздерге азыр базын айтайын, ең қызық жері. Мына 2018-дегі базы Қырғызстанның границасына шығышы $30.000 түседі екен мына ушул. Әлеме бұл екіншісі 2022 жылғы $50.000 түседі екен. 3 os. Қырғызстанға границаға шығышы. Растамашкалар есептелбегенде. Ошондуктан алам десеңиздер, bir есептеп көріңіздер, қайрылсаңыздар болады. Экрандағы номерлерге жана башка қандай машина спецтехника керек болса, комментарийге бизден ошол төмөндөгү номерлерге жазып, WhatsApp'тан қайрылсаңыздар болады. Ушинтип келип жеринен кандай болса, ошондойча тартып көргөзүп, алып чыгып бергенге аракет